Американ ұлтын құрудың принциптері. Бұл ең жаңа ұлт, оған 300 жылдан сәл аса уақыт болды. Бұл дегеніміз негізінде, осы ұлтты құрған кезде оның негізін қалаушылар Рим империясы, Александр Македонскийдің империясы, Ресей империясы жіберген қателіктерді ескерген. Және осы тұрғыдан алғанда ең жаңа ұлт ретінде құрылу принциптері бойынша олар, былайша айтқанда, басқалардан әлдеқайда алда болды, себебі олар қателіктерді ескерді. 1000 жылдық империяда, мысалы, Осман империясында мемлекеттік құрылысты түзетіп көші. Ал жаңа империяны, жаңа ұлтты құру кезінде мұны жасау әлдеқайда оңай. Бірден жаңа принциптерді енгізіп, қазіргі міндеттерге сай етіп құрды. Қазіргі міндеттерге және олар сәйкестік принципін жақсартуға мүмкіндік береді. Мысалы, америкалы ұлттың сәйкестігі миграциялық ағындарға байланысты. Бұл мүлде жаңа тарих. Ол, мысалы, Германияда, Францияда немесе Британияда мүлде мүмкін емес. Бірақ мұнда ол пайда болды, және бұл шын мәнінде америкалық ұлтқа ұлт ұғымын азаматтық арқылы қалыптастыруға мүмкіндік берді. Яғни, мысалы, орыс ұлты бұл мәдениет бойынша ұлт. Ал америкалық ұлт бұл мемлекеттік құрылым мен азаматтыққа негізделген ұлт. Осы тұрғыдан алғанда әрине, америкалық ұлт ең табысты болды деуге болады. Өйткені 300 жылда аса державаға айналу бұл ұлттық құрылыс тұрғысынан үлкен жетістік. Бірінші және екінші дүниежүзілік соғыстар осы жетістіктің үлкен баспалдақтары. Яғни, америкалықтар бірінші және екінші дүниежүзілік соғысты американ ұлтының мемлекеттік құрылымын нығайтудың бір бөлігі ретінде қарастырды. Бұл тарихи ауқымда басқалардан озып шығуға мүмкіндік береді деп есептеді. Басқалар 1000 жылға жоспар құрып жатса, бізге тез серпіліс жасау керек болды. Олар соған қол жеткізді. Мұны ашық мойындауымыз керек. Егер америкалықтар өз империясын бірінші дүниежүзілік соғыстан бастап құра бастаса, шын мәнінде олар күшейді. Онда олар неге Кеңес одағына көмектесті? Өйткені Кеңес одағындағы индустрияландыру көбіне америкалықтардың қолымен, олардың жабдықтарымен және тағы басқа құралдармен жүзеге асты. Немістердің де үлесі бар, айтпақшы. Бірақ немістермен өзара алмасу болды. Яғни Германиядан жабдықтар, станоктар мен технологиялар келсе, кері бағытта азық-түлік, шикізат, ағаш және тағы басқа заттар жіберілді. Ал америкалықтармен мен сізге график жіберген едім, ол жерде қызық нәрсе бар. ақш-тан Ресейге сыртқы сауда бойынша үлкен ағым бар. Ал кері бағытта ол өте аз, бірнеше есе аз. Және ешқандай өтемақы болған жоқ. Жақсы, жарайды. Неге бұлай істейді? Қараңызшы, бүгінгі мысал Украина. Сіз білесіз бе, 3,5 жылда Украина мемлекетінің бюджеті қаншаға өсті? Ол жаққа Еуропада ақш-та ақша құйып жатыр. Бюджет 10 есе өсті. Бізде 20% өсті. Украина мемлекетінің бюджеті 10 есе өсті. Қайдан? Мен сұрақты басқаша қояйын. Америка мен Еуропа не үшін Украинаға ақша, қару-жарақ және тағы басқа нәрселерді құяды? Не үшін? Мотивкері қандай? Мен білмеймін. Бізді жең? Онда олар неге бізді 30 жылдары тәрбиеледі? 30 жылдары олар бізді Германияға қарсы дайындады. Яғни олар Германияны теңестіру саясатын жалғастырды. Ол үшін оларға қарсы күш ретінде Кеңес одағы керек болды. Әрине. Сондықтан олар өте көп әрі тегін көмектесті, солай ма? Америкалық көшбасшылардың бірінің сөзін есімізде ме? Дәл осындай сөзді Черчилльге де терейді. Егер Германия жеңіліп жатса, біз Германияға көмектесеміз, ал Кеңес одағы жеңіліп жатса, Кеңес одағына көмектесеміз. Ондай сөз бар, бірақ оның шынайылығы онша. Шын мәнінде солай болды. Бұл тепе-теңдік. Америкада бүкіл әлемді жеңетіндей қарулы күш жоқ. Сондықтан тепе-теңдікті сақтау керек, геосаясатпен айналысу керек. Ал геосаясатта бұл үлкен шахмат ойыны кейде солай атайды. Біреулерді басқаларға қарсы күшейту керек. Сол себепті олар Кеңес одағын, ол сақталып қалған соң, Еуропадағы басқа бәсекелестерге қарсы күшейтті. Осылайша олар болашақта Еуропаны бір-біріне айдап салды. Кеңес одағы сол қарумен соғысты. Ол қару сол зауыттарда жасалған. Ал ол зауыттарда америкалықтар салған. Солай емес пе? Оның үстіне олар бастапқыда бұл зауыттарды қос мақсатта жасады. Әрі азаматтық, әрі әскери өнім шығару үшін. Яғни, бұл әуелден солай жоспарланған. Дәл солай, сіз дұрыс сөз айттыңыз. Дәл солай жоспарланған. Жаңа мемлекет бұрынғы қателіктерді ескерді. Олар интуициямен немесе соқыр мысықша түртіп көру әдісімен емес, стратегиялық деңгейде жұмыс істеді.
Америкалықтар Еуропадағы соғысты алдын ала жоспарлады. Егер сізде танк болмаса, соғыса алмайсыз, Брест бітіміне қол қоясыз. Шартты түрде айтқанда, иә, ал егер сізде танк болса, соғыс аласыз. Олар соғысты алдын ала жоспарлады. Бұл жақсы да емес, жаман да емес. Бұл біз үшін де, бізге қарсы да емес. Бұл Америка Құрама Штаттарының жаңа империя ретінде жұмыс істеуінің басты әдісі – манипуляция. Манипуляция бөлу және жеңу. Бұл принцип ескі, бірақ жаңа форматта, жаңа деңгейде қолданылып отыр. Онда келесі қадам екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Германияға қарсы соғыста Кеңес одағына көмек көрсету. Иә, бұл саясаттың жалғасы. Немістер тағы да алға шықсын деген. Не қары? Тағы да солай болды. Бірінші дүниежүзілік соғыс. Иә, Екінші дүниежүзілік соғыс. бастапқы жағдайлары мүлде бірдей. Екінші дүниежүзілік соғыстың алдында Америка қандай ел болды? Ну, енді кім? Мемлекет. 10 елдің бірі ғана. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Америка қандай елге айналды? Иә, қуатты қарулы күшке ие держава. Яғни 30 жылдың ішінде басқа империялар 200 жылда өтетін серпілісті жасады. Бұл сапалы басқару. Тағы да қайталаймын. Аут держава болуға деген ұмтылыс. Бұл кез келген мемлекетке тән ұмтылыс, кішкентай болсын, үлкен болсын. Егер қазір Литваға Финляндияны қосып алуды ұсынса, мен сізге сенімді түрде айтамын. Олар қуана қосып алар еді. Әрине, егер ондай мүмкіндік болса. Тіпті бүкіл Африка. Мүлде мәселе емес. Қалау бар, мүмкіндік жоқ. Бәрі де қалайды. Бірақ бәрінің қолынан келе бермейді. Өйткені жер бетінде бұған қарсы адамдар да бар. Оларда армиялары бар. Бұл армияларға мыңдаған жыл болды. Саясатқа да 1000 жыл. Онда да өз императорлары, басшылары, олигархтары бар. Олар да жол бермейді. Сен үлкен империя болғың келеме? Саған бәле кедергі келтіреді. Түсінесің бе, танкілермен келіп. Міне, америкалықтар осы тәжірибені ескерді. Олар Британия, Германия, Франция белгілі бір дәрежеде Ресей алға қойған сол мақсаттарды, бірақ сәл өзгеше мемлекеттік құрылым принциптеріне сүйене отырып көздеді. Олар бұл мәселелерді басқа әдістермен шешеді, әрі бұл оларға сәтті жүзеге асып жатыр. Олар тарихи жолды 10 есе жылдамырақ өтуде. Және айтпақшы, әлдеқайда ашығымен, міне қазір Трамп былай дейді. Біз екінші дүниежүзілік соғыста жеңдік. Ол солай айтады ғой. Бізде оған қарсы қандай уәж бар? Иә, біз дұрыс айтамыз. Біз басты жеңімпаздармыз. Неге біз басты жеңімпазбыз? Бізде 27 миллион адам қаза тапты. Ал Трамп айтады, ал менде қанша 800 мың ғана. Бағасы, ол да Кеңес одағымен бірдей мәртебеге ие болды. Кеңес одағы бұл үшін 27 миллион адамын құрбан етті. Ол 700 мың ғана. Ал нәтиже бір. Дұрысы екі полюс тәрем. Яғни екі билік орталығы. Яғни аса ірі держава деңгейі. Қытайлар 35 миллион өмірін қиды. Бірақ Жапонияның тізе бүгу аксіне қол қойғандардың қатарында да болмады. Қандай тарихи парадокс? Иә. Бірақ қазір олардың мәртебесі мүлде басқа. Бұл басқа әңгіме. Дәл сол сәтте олар 35 миллион өмірін қиды. Тіпті Жапонияны жеңгенде олар емес. Дегенмен құрбан болды. Демек, төленді мәртебесі, төленді фактісі нәтиже тұрғысынан шешуші емес. Түсінесіз бе? Нәтиже тұрғысынан шешуші нәрсе бұл стратегия, ол дұрыс па, бұрыс па. Америкалықтардың стратегиясы сондай, олар нәтижеге ашығымен қол жеткізді. Ал біз сол нәтижеге үлкен құрбандықпен жеттік. Ал Қытайлар сол кезде тіпті ондай нәтижеге жете алмады, бірақ көбірек құрбан болды. Жалпы жеңісті танкілерде, шабуылдарда емес, ақыл ой жеңеді. Ақыл ойдың ең жоғары деңгейі бұл дұрыс стратегия, дұрыс жол. Америка жаһандық империя құрып жатыр, бірақ жаңа қағидаттар бойынша бұл бірполярлы әлем деп аталады. Яғни империя деп аталмаған империя. Оны қалай атаса да бәрібір, мәні бір. Түсіндірейін. Америкалықтар тарихтан алған екінші қорытынды, ақпарат бәрінен маңызды. Бұл қорытындыны алғаш рет Конфуций жасаған, яғни соғыс бұл ақпарат әртүрлі нәрселерде. Сондықтан олар әскери құрылысқа қатысты негізгі инвестициясын қоғамдық пікірді қалыптастыруға бағыттайды. Осы тұрғыда Путин неоколониялық деп атайтын империя. Ол өзін отаршыл империя деп атамайды, түсінесіз бе?
Өйткені олар ақпараттық күн тәртібін өз қолына ала алды. Ал шын мәнінде олар колониялардың есебінен өмір сүреді. Колония деген не? Бұл бір аумақ сенімен экономикалық тұрғыда ерікті әрі тең жағдайда емес, яғни сен маған, мен саған емес, мынадай шарттарда әрекеттескенде. Ресей, Германия. Иә, мысалы. Яғни бұл өзара әрекеттесудің бір субъектісін күшейтуден қанау шарттарында ұстау. Көбірек береміз, азырақ аламыз. Дұрыс, сандарды алып қарап көріңіз. Әлемдік доллар біреулерден алады, басқаларға береді. Сауда жүйесі біреулерден алады, басқаларға береді. Айтпақшы, бұл анық көрсеткіш. Егер мемлекет өзіне зиян келтіріп сауда жасаса, яғни нарықтан алғаннан нарыққа бергені көп болса, онда ол колония. Сандар. Мысалы, Путин Бейжің форумында америкалық санды 52 триллион доллар деп атады. Бұл Американың өзінің неоколониялық мәртебесінен түсетін табысы. Айтпақшы, бұл табыс Британ империясының табысынан да көп. Әрине, ол жақта атып тастайтын сипайлар көтерілісі жазалаушы жорықтар болған. Америкалықтар Британ империясының қателіктерінен аулақ болып, колониялық империяны осындай жалпыға ортақ зұлымдық мәртебесінсіз құра алды. Бұл мемлекеттік құрылымда ескерілмеген фактор. Олар колониялардың есебінен өмір сүреді. Тіпті Америка аумағындағы тұтынудың 3/4 бөлігі солардың арқасында. Бірақ соған қарамастан колониялық державалар деп саналмайды. Керісінше, олар өзін демократия мен адам құқықтарын таратушылар ретінде көрсетеді. Байқадыңыз ба? Яғни олар алдын ала саясатта бұл вакцинация деп аталады. Осындай айыптаулардан, яғни колониялық держава екендігі, онымен күресу керек екендігі, және бүкіл әлемде ұлттық азаттық қозғалысты көтеру қажеттігі туралы алдын ала қорғанып алған. Сол себепті бізде бұл іске аспай жатыр.